Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кішігірім хабарландыру айта кетейін. Жақында менің заңгерлік сауаттылық атты онлайн марафоным басталады. Сол жоба жайында бір-екі сөз айтып кетейін. Сонымен бұл марафонның мақсаты көзі ашық, көкірегі ояу, сауатты. Сондай-ақ бұл марафон 5 видео сабақтан тұрады. Біріншіден арызды заявлениен қалай жазу керек. Екінші сабақ алдын ала талапты шағым претензияны қалай жазу керек. Үшінші сабақ сотқа талап арызды, яғни исковое заявлениені қалай жазу керек. Төртінші видео сабақ талап арызға қарсылық, яғни отзыв возражениені қалай жазу керек деген. Ал бесінші видео сабақ коллекторлық компания шектен тыс мазалаған жағдайда ұлттық банкке және банкке шағымды қалай жазу керек деген сабақтардан тұрады. Әр видеодан кейін үй тапсырмасы болады, сондай-ақ сұрақ жауап чаты болады. Және мен сіздерге қосымша 10 бапты, яғни статьяны беремін. Ол заңдарды кез келген жерде пайдалануға болады. Сондай-ақ бұл марафон жайлы толық ақпаратты мен төменде комментарийде жазып кетемін. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.